Қайырлы құрметті көрермендер, сіздермен бірге студия 156 таңғы шоуы. Және де оның жүргізушілері Асан Мәжит, және де сұлуда сүйкімді Айнұр Ілиясова, және де мен Нұрхан Кәдірбаев. Біз бастаймыз. Таңғы шоуымызды біздің тікелей эфиріміздің байланыс нөмірі 267-667-267-668. Әрине поштамыз бар, студия 156 aygula@tv.kz. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Жігіттер, бұлай қарап тұрсақ, бүгін енді не көп, мереке көп. Бірақ біз бүгінгі тақырыпты қызықты заңдарға арнағымыз келіп отыр. Ал неге, неліктен тақырыпты осылай алдық, оны бағдарлама барысында білесіздер. Әрине, әр үйдің өзінің заңы бар. Бүгін мысалға мен мынандай нәрсені айтқым келіп тұр, Айнұр. Шынымен біздің үйде, біздің отбасымызда заң шығарушы орган ол менің әкем. Жоқ, анам. Заң шығарушы орган ол менің анам. Ал енді сол заңның құқығын қорғаушы орган ол менің әкем. Яғни орындататын дейсің ғой? Орындататын ол менің анам. Анам жаңа әкеме тапсырма береді. Ал істететін әкең. Істететін әкем. Яғни мен сосын барып орындаймын. Мен халықпын біздің үйде. Жақсы, жақсы. Негізі бізде орындататынды, заңды енгізетінде менің әкем. Негізі ең бір енді қызықты заңын айта кетейін. Менің әкемнің үйде киетін аяқ киімін енді былайша айтқанда парковать етіп кеткен жерде киіп кетсең бітті онда. Жөндеп қоюға болмайды. Болмайды. Қалай тұрды, солай тұру керек. Сонымен достар, енді әр үй бұл кішігірім мемлекет, сондықтан да сендердің үйлеріңде қандай заң бар, қандай кішкентай мемлекеттеріңде қандай нақылы қызықты заңдарыңыз бар, бізге айтып хабарласыңыздар. Біз бастайық? Біз бастаймыз. Бұл студия 156. Қайырлы таң, тағы көрермендер қайырлы таң дегіміз келеді. Мен жаңа Айнұр ұмытып кетіппін. Біздің хабарласқан көрермендерімізге кинопарк, кинотеатрлар желісі ұсынған. Осында 2 адамдық билет бар, 2 билет. Яғни бізге хабарласыңыздар, бөлісе отырыңыздар. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы қызықты заңдар. Сіздердің үйлеріңіздегі қызықты заңдар. Ал енді күнтізбеге келетін болсақ, Асан, бүгін 23 маусым, жылдың аяғына дейін 191 күн қалды. Енді Нұрхан өзің көріп тұрғандай, Айнұрымыз осы жылдың күндерін санап жүрген көрінеді. Мен енді санап жүрген жоқпын, сондықтан да менің жаңалығыма келетін болсақ, енді бүгін жеңіс күні. Асан, бүгін 9 мамыр емес, бүгін 23 маусым. Ұйқыңды аш, Жоқ, Айнұр, сен мені түсінбедің. Ол бізде жеңіс күні емес, Эстония елінде бұл мереке дүркіреп тойланып жатыр. Солай ма? Түсінікті. Бүгін біздің елімізде де мереке көп. Оның бірі полиция күні. Қазақстан полициясының күні. Яғни полиция қызметкерлерінің жұмысқа ақ көлік киіп келетін күні деп айтайық. Дұрыс. Мінекей. Бірақ енді бұл жерде көк көлік киіп отыр. Және де бұл жол полиция қызметкерлері. Жалпы, Қазақстан полициясының күні. Барлық полиция қызметкерлерін осы орайда шын мәнісінде студия 156-ның атынан құттықтап қоюға болатын шығар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жұмыста табысты болыңыздар дейміз. Әрине. Ал енді туған күнге кезек беретін болса. Тағы бір жаңалығым бар. Сондай-ақ бүгін халықаралық олимпиада күні. 1948 жылдан бастап олимпиада төрешілердің қаулысы бойынша әр жылдың 23 маусымы халықаралық олимпиада күні болып тағайындалды. Мінекей, ал ең алғашқы олимпиада ойындары 1896 жылы өтіпті. Мінекей, сурет. Бұл олимпиаданың символы. Ендеше, Айнұр, Нұрхан, бізде олимпиадаға қатысты чемпиондарымызда, спортшыларымызды аз емес. Сондықтан да спортшыларымызды бір құттықтап қояйық бүгінгі мерекелермен. Құттықтаймыз. Олимпиада күні құтты болсын. Туған күн? Туған күн. Сонымен? Негізі туған күн демекші, ештен кеш жақсы дейді.
Күні кеше біздің әріптесіміз Майя ханымның туған күні болды. Сондықтан да HITV арнасының ұжымынан енді кеш болса да Майя ханым сізді өткен туған күніңізбен құттықтағымыз келіп отыр. Туған күніңіз құтты болсын. Шығармашылық табыстар, көп-көп денсаулық, бақытты болыңыз ең бастысы. Сондай-ақ бүгін Франция ханшайымы Наполеон Бонапарттың жұбайы Жозефина де Багарненің туылған күні 1763 жылы дүниеге есігін ашқан ханшайым Жозефинаның туған күні бүгін құтты болсын демекпіз. Ал енді Ресей Федерациясының шоу-бизнесіндегі әнші, енді ол сенің сүйікті әншілерінің қатарынан деп білем, мінекей суреті де шықты. О, Валерий Меладзе. Бүгін Валерий Меладзе 49 жасын тойлауда. Құттықтаймыз, Валерий. Тағы да бүгін әлем чемпионаты қарсаңында Нұрхан, Зизу деген футболшының туған күні бүгін. Кім деген? Зизу, енді бүгін Хамид болғанда, егер сізбен бірге, онда сол Зизуды бүгін шүресіне дейін ол тануы мүмкін еді. Енді қазір мен оның толық атын айтатын болсам, сен, сол жігіт бе дейсің, Зинайдин Зиданның туған күні. Зинайдин Зиданды білеміз әрине. Франция құрамасында ойнаған. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қайырлы таң. Қабылдайық. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Бүгін қуаныштымын сіздерді. Мен хабарласып жатқаныма бүгін сіздердің тақырыптарыңызға қосайын елесім бар еді. Иә. Көрермендеріңіз. Жібек апайларыңыз. Қайырлы таң, Жібек апай. Мына үйдегі әр өзінің жанұяның заңы туралы болып жатыр. Бағдарламаның темасы. Мен өз жанұямдағы қатып қалған қағидам бар. Қыздарым бой жетіп жаңағы босағаттағанша мен қай жерге тұрамса соған уақытын айтам. Осындай уақытта келесің. Бір мен кетіксе мені кіргізбейтін. Бұл заңға екі қыздарым соған көнетін. Құдайға шүкір, қазір екеуі жанұя болып отыр, бала шағалы болып отыр. Кейін осы босаған аттағаннан кейін тағы бір заң қостым. Неге келетін болсаңдар, өздеріңнің күйеулеріңіз ғана келесіңдер. Дұрыс. Бет алдыға келе бермейсіңдер. Болсаң да 1-2 сағатқа ғана келесіңдер. Қалғанда өз үйлерің бар, жанұяларың бар. Әйел адам өз үйінің тірлігін, күйеуін күтіп, бала шағасына қарау керек деген қағиданы ұстанамын. Үшінші қағида, жалғыз ұлым бар. Бірақ ұл екендер, қыз екендер бөліп жарған жоқпын. Қандай жағдайда болса да, ертеңгі күні ұлға да айтатынмын. Әйелім болып, босанып, роддомда жатса да, әртүрлі жағдайлар болып жатса да, сен қолыңнан кір жууды, тамақ істеуді, үйді жасауда, бәрі қолыңнан келу керек. Ұл қыз деп жұмысты бөлмейтін боласыңдар. Сол қағиданы бәрі ұстанады. Мен өзім 3 баламды жаңғыздықтырамын да, солардың бүкіл қағиданы заңды өзім қалай айтсам талап еттім, соған бәрі көнді. Жақсы. Қазір ешқайсы жаман болып тұрған жоқ. Жақсы, Жібек апай. Біздің тұрақты көрерменіміз Жібек апайдың өзі мінезі қатал болатынын да білдірді. Жібек апай, рахмет. Егер де сізді бүгінгі бағдарламаның жеңімпазы деп тауып жатсақ, әрине сыйлық сыйлаймыз. Негізі айта кетейін, сыйлық өте көп болады. Өйткені біз айта кеткендей, бүгін не көп? Мереке көп. Олимпиада күні, және де жаңағы полиция қызметкерлері күні. Бүгін біздің келетін қонағымызда сыйлықсыз келеді дегенге мен сенбеймін. Міндетті түрде сыйлықпен келетін қонақ, сондықтан да күтіңіздер. Ең бастысы Асан, ең бастысы біздің сыйлығымыз ол әрине. Бүгін мерекелік кеште шын мәнісінде кинотеатрға барып, қасындағы сүйікті жанменен, бауырыңмен, не болмаса жұбайыңменен кино көргенге не жетсін. Әрине біздер Айнұр, Асан, яғни студия 156 сіздерге әдемі өздеріңіздің отбасыңыздағы қағиданы заңды ұсынып айтатын болсаңыздар, біз кинопарк, кинотеатрлар желісіне мынадай 2 адамға билет ұсынатын боламыз. Хабарласыңыздар, асырыңыздар ұтып алуға. Әрине, ал біздің студияда да бір кішігірім мереке болайын деп тұр. Өйткені Нұрхан өте бір дәмді, әдемі тағам пісіргісі келіп тұр. Мен асханаға келген күні сендерде мереке болады ғой, әрине. Енді мен қазір сіздерге Америка құймағын жасап бергім келіп тұр. Ол үшін маған 1,5 кесе ұн керек. Асан қарап отыр. Бұл тек қана көрермендер үшін емес, Асан, Айнұр сіздер үшін де.
Сондықтан назарларыңыз салып отырыңыздар. Және бұған керегінше 2 қасық қант. Мен бірден жұмысқа көрсетіп жатырмын, байқап отырған шығарсыздар. Және де тұз керек болады маған. Бұл енді сәл ғана қатты, көп емес. Сонымен қатар бір жұмыртқа, мінекей менде сүт бар, бірақ бұның 2 кесесін ғана пайдаланатын болам. Майдың 30 грамм сары май дейді, 30 грамм сары май, және де құлпынай секілді дәмдеуіштерді пайдаланатын болам. Сонымен мен іске кірістім, Асеке. Сәттілік тілеп қойыңыздар маған. Құдай қаласа осы таңғы астарыңыз дәмді болсын десеңіздер. Ал Нұрхан, сәттілік, онда менің кішігірім бір жаңалықтарым бар. Соны айта кетейін. Жігіттер негізі қару айбарлы, мінезі тік, әскери қызметтегі нәзік жандыларды кездестіріп көрдіңдер ме? Нәзік жандыларды? Нәзік жандыларды. Енді мінезі қатты болмағанмен, бірақ енді жалпы кездесіп жүрміз. Жақсы. Әскери қызметтегі аруларымыз да 8 қырлы бір сырлы екен. Кеше ғаламторда ақтарып қарасам, иықтарына жұлдыз таққан арулардың да байқауы өтіпті. Бұл халықаралық әйелдер күніне арналған байқау еді. Соны қазір сендерге айта кетейін. Жігіттер, мінекей, Петропавл өңірінен Мейрамгүл Айтмұғамбетова, қызметі авиа бөлімнің радиотелефонисі. Бұл бірінші аруымыз. Екінші аруымыз Нұрхан, сенің өңіріндегі ең сұлу иыққа жұлдыз таққан ару, есімі Гаухар Арғынғазина. Ақтөбе облысының жол полициясы басқару бөлімінің бас маманы. Бұл өте танымал, Ақтөбе қаласында өте танымал, ешкімнің көңіліне қарай бермейтін, коррупция дегенге ешқашан жол бермейтін, елдің бәрі жақсы білетін, нәзік жанды жол полициясының қызметкері. Әрине, бұл кісінің барлығы білетін шығар. Мен енді Ақтөбе қаласында жиі бара бермеймін, бірақ анда-санда барғанның өзінде міндетті түрде осы кісіге бір рет ұсталып тұрамыз біздер. О, жақсы, тамаша. Ал елордамыздағы жұмысына ұқыпты әрі сымбатты ару, ұқыпты қарайтын әрі сымбатты ару, бұл Республикалық гвардияда кіші сержант қызметін атқарады. Бұның есімі Салтанат Байжуманова. Мінекей Салтанат деген аруымыз шынымен де өте бір нәзік жанды, әдемі арулардың бірі. Ал ең басты Қазақстандағы полиция ханшайымы атанған арудың есімі Қарлығаш Егінбаева. Ол Қарағанды облысының полиция сержанты болып табылатын. Әке жолын қуған Қарлығаш бұл байқауға қатысуға түрткі болған оның достар екен. Қарлығаш дзюдо және шығыс биімен айналысқанды шексіз сүйеді, сондай-ақ Гюгоны, Джордж Байронды, Джек Лондонды оққанды шексіз сүйеді. Мінекей нәзік жандылардың әскери бөлімдегі қызметтегі қыздардың жаңалықтары осы. Бізге Нұрхан бізге қонақ келген секілді. Мен күтіп алайын қонағымызды. Үйдің қоңырауы соғылып тұр. Кім екен? Кіріңіз. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, Ерлан. Төрлет. Қайырлы таң, сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз, Ереке. Мен қасыма тұрасыз ба? Асханаға. Болмаса келіңіз. Тұрайын. Бірден асханаға кіргізіп жібергеніміз кішкене ыңғайсыздау болады, бірақ міндетті түрде барады. Қайырлы таң, Ерлан. Қош келдің. Рахмет сізге. Көңіл күйіңіз қалай? Көтеріңкі, бәрі жақсы. Ұйқыңыз қанды ма? Қанған жоқ. Ерлан, қаншалықты ерте тұрасыз? Мен негізі күнде ерте тұрам деп айта алмаймын. Кейбір кезде демалатын да кездерім бар. Бірақ күнде 9-дарда, 10-дарда тұратын шығар. Бәрекелді. Ол қатты ерте деп айта алмаймын. Ол да жаман емес. Ерлан бүгін қандай мереке екенін білесіз бе? Білемін. Қазақстан полициясы туған күні деп айтуға болады. Негізі сосын бір айтып кететін жай. Мен бос қолмен келген жоқпын. Негізі мынандай инвитейшнде шақыру билеттер.
сендерге әкелдім, тура сендерге. Бәрекелді. Тағы бір пригласитель бар, шақыру билет бар. Нұрханға бере салам қазір. Ренжімен Нұрхан екеу деп. Ол шақыру билет Али Оқаповтың Үнтаспаның тұсаукесеріне шақыру билет. Қашан болады, қай жерде болады айтпай-ақ қояйын эфирде. Сізге міндетті түрде эфирден кейін айтамын. Рахмет. Көрдіңіздер ғой, мен алдында жаңа Ерлан айтып кеткен. Негізінде өздеріңіз, мен сол эфирде болдым. Біздің Алатау футбол жаңағы клубы, оның ішінде Ерлан да бар. Старко Ресей командасымен ойнаған кезде осы 2 билет ойнатқанбыз біз. Сол билеттің негізі бізге әкеп берген сыйлықты осы Ерлан өзі болатын. Сондықтан мен сендерге айтып кеттім, Ерлан біздің студияға келген кезде сыйлықсыз келмейтіндердің бірі. Мен ойымша ол дұрыс, сыйлықсыз келудің қажеті жоқ. Біріншіден, екіншіден сізді ғана емес, ХТV ұжымын, бәр ұжымын шақырайын деп жатырмын. Міндетті түрде уақытын, қай жерде болғаның, қашан болатының мен міндетті түрде айтамын. Көп рахмет, Ерлан. Көрсеміз. Ерлан, бүгінгі біздің тақырып қызықты заңдар. Сіз енді көбінесе гастрольдерге шығасыз, шетелдерге жиі шығасыздар. Сол шетелдерде жүргенде қандай қызық заңдарды көрдіңіз, естідіңіз? Мүмкін өздерің бір кездестірген бір заңдар болды ма? Айыппұл төлеген заңдар болды ма? Негізі қызық заңдар жайында қазір айтамын, бірақ бір рет Қытайда болған кезде біз тойларға жиі барамыз, тойларға сондай жақсы мейрамдарға көп барамыз ғой. Сондықтан бір тойда отырдық та, еркектер бір жақта, әйелдер бір жақта. Қызық болды негізі. Өйткені бізде Қазақстанда ондай жоқ қой. Бізде бәріміз бірге отырамыз. Бөлек-бөлек тойлайды. Бөлек-бөлек. Сол жақта еркектер отырады, оң жақта әйелдер отырады, солай. Бірге отырмайды. Қызық. Ол заң емес, бірақ та қызықты. Ол өзіндік бір салт, ол да негізі заңға жатқызуға болады. Неге? Өйткені салт дәстүрде өзіндік бір заңға. Біздерде енді Конституцияға енбеген әр отбасының заңын сұрап жатырмыз ғой, шынымен. Мен енді Ерланға айтқым келіп тұр, сіздің отбасыңызда қандай заң болды? Конституцияға енбеген, тек қана сіздің отбасыңызда қолданылатын жаңа отбасылық мемлекеттегі қандай бір қызықты заңдар болды? Білмеймін, қазір есіме кірмейді. Мысалға жаңа Айнұр айтып жатыр, бағдарлама басталғанға дейін біздің үйімізде дейді, Айнұр айтады, біздің үйімізде қандай жағдай болмасын, таңғы асты ішпей кету, ол біздің заң бұзушылық. Кешігіп бара жатсаң да, таңғы асты міндетті түрде тамақ ішу керексің. Әйтпесе мамам үйден жібермей қоятын де. Мен негізі сондай қатты бір заң жоқ деп айтуға болады, бірақ та мен үйде тамақ ішуді жақсы көремін. Рестораннан гөрі лучше үйге барып, үйде тамақ ішуді жақсы көремін. Негізі жолдасының жасаған тағамынан енді не жетсін? Оған жететін аспазшы бар ма деп. Сондықтан міндетті түрде сондай заң бар, үйде міндетті түрде қашан болса да тамақ болу керек. Жақсы. Дәл қазір Ерлан бізге хабарласқан көрермен бар екен, қабылдайық. Алло. Алло, саламатсыз, қайырлы таң. Саламатсыз, қайырлы таң. Аты жөніңіз, қай жерден хабарласып тұрсыз? Атым Айгерім, Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Сіздердің бүгінгі тақырыпқа байланысты өзімнің үйімдегі жанұямыздағы заңды айтып кетейін деп едім. Заң емес, сондай қалыптасқан жағдайда. Заң енді, сіздің отбасыңыздағы заң. Кішігірім заң, Дұрыс. Айта беріңіз. Біздің үйдегі, мен өзім үй бетесін, үйде 2 қызыммен үйде отырам. Бірақ күнделікті жолдасым жұмыстан келген кезде міндетті түрде балаларымызбен бірге күтіп алып дастарханға бірге отыратын сондай бір қалыптасқан жағдай бар. Оны қыздарымды қазір соған уже үйреніп қалғанымыз десек болады. Қандай жағдай болмасын, кейде кешігіп жатады, жолдасым жұмыстан 1 сағатқа, 1,5 сағатқа соға дейін жиналып, сосын жұмыстан келген кезде де қыздарыммен уже жиналып үйде бірге күтіп алуға әрекет жасаймыз. Жақсы. Енді сіздің айтыңызшы, ол сіздің заңыңыз емес пе? Жұбайыңыз жұмыстан ертерек келу үшін шығар жасап қойған?
Жоқ енді олай деп айта алмаймын. Просто енді өзімізге де бәріміз басымыз бір жерге сол кезде жиналып, енді балаларым сыртта ойнап жүрсе де әрекет жасаймын, сол жұбайымның келуіне қарай уже үйге жиналып, дайындалып күтіп отырамыз. Ол жұбайыма да өте қатты ұнайды. Керемет. Көп рахмет. Қалай ер адамға ондай заң ұнамайды? Көп рахмет сізге. Хабарласқаныңызға рахмет. Ерлан, тағы бір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қабылдайық. Алло. Алло, Саламатсыз. Мен осы Алматы қаласынан хабарласып тұрмын, есімім Дария. Бүгінгі сіздердің бағдарламаларыңызды қарап отырып, өзіміздің осы отбасымыздағы кішігірім қағида мен заңдылықты айта кеткім келеді. Айта қойыңыз. Қазір тұрмыстамын. Бұрын тұрмыста болмаған жағдайда үйде әкемнің берген тәрбиесі бойынша қазақ халқы болған соң қонақжайымыз әрдайым үйге қонақ келгенде, не болмаса өзіміз жанұяда аспасында дастарханда отырған кезде бірінші жүріп ер адамды сыйлап, бірінші кезекте кесені, мысалға тамақты, не болмаса кесені, шайларды бірінші ер адамға ұсынамыз. Кейде әкем үйде болмаған жағдайда, мысалға үйде кішкентай 5 жасар інім болған, соған арнап әдейі бір кесеге шай құйып қоятынбыз. Кей уақыттарда жаңағы інім де болмай қалып, үйде әкем де болмай қалғанда, құрбыларым келіп қалған жағдайда, или анам мен сіңіліммен өзара отырған кезде, бірінші сондай уақытта да кез келген уақытта бір кесеге арнайы ер адамды жаңағы ер адамның орнын ойлап, бір кесеге арнайы шайды құйып қоятынбыз. Кейде үйге мысалға үлкен кісілер келгенде, мысалға аталар, әжелер, онда бірінші ол кісілерге береміз. Қазірде тұрмыстамын, күйеуім үйде болмаған жағдайда әрдайы орнын арнап, кесесіне шайын құйып қоямын. Бәрекелді. Осы қағиданы кішігірім білмеймін енді, әрбір жанұяда бұны сақтайды деп ойламаймын. Соны айта кеткім келеді. Әрине бұл ер адамды сыйлаудағы бір үлкен заң деп ойлаймын. Жоқ, негізі біз заң деп жатырмыз, қызықты заң деп жатырмыз. Негізі бұның бәрі бір отбасылық, жаңағы тәрбиелік мәні бар нәрсе деп білеміз. Жалпы заңның негізі сол бір тәрбие дегеннен шығады ғой. Әйтпесе заңды кез келген адам аттап өте алмайды. Тәрбиесі бар адам аттап өтпейді. Заңды бұзуға тек қана қандай адамдар баратынын өздері жақсы біледі. Сондықтан ең бірінші мемлекеттік заңды қорғау үшін, сол заңды қастерлеп құрметтеу үшін сіз отбасыңыздағы заңды ең бірінші қадірлей білуіңіз керек. Дұрыс. Отбасынан басталады. Енді отбасын айтып жатырмыз. Негізі бүгін біз мейрамды қалай деп алып жатырмыз? Полиция қызметкерлерінің күні ғой негізі. Енді мен бір сұрағым бар, Ерлан саған. Қаншалықты заң бұзушылыққа барасың? Мен өзімнен білем, мен заң бұзушылық менде болып тұрады. Негізі жолда көбінесе сол жағынан қалай? Негізі жолда кейбір кезде қатты асыққан кезде, аэропортқа асыққан кезде болады, бірақ та тоқтатқан кезде міндетті түрде амандасасың, кешірім сұрайсың. Мынандай болды. Жағдайды түсіндіресің. Жағдайын түсіндіремін. Негізі жақсы да, бізді ГАИ қызметкерлеріміз түсінеді кейбір кезде. Кейбір кезде түсінбейтін де кездеріміз бар. Бірақ та оның бәрі өмір, болатын нәрсе. Сондықтан асықпаған кезде заңды бұзбаймын ешқашан. Өйткені мен өте жай жүретін машина жай айдайтын, өте 40-50 километр айдайтын адаммын негізі. Жақсы. Негізі жылдамдықты жақсы көремін. Аса жақсы. Негізі полиция қызметкерлері сіздің түріңізді көргеннен кейін сіз енді танымал адамдардың бірісі, жақсы деп кешіріңіз, рахмет деп қоя бере ме? Ондай да жағдай болады, бірақ та оған қатты мән бермеймін негізі. Мен әншімін деп шығып, негізі адамбыз ғой. Неге тоқтаттыңдар деп? Жоқ, ондай жоқ менде. Шығасын, кешірім сұрайсың, шынымен де асықтың деп жағдайын түсіндіресің, сосын ғана жібереді. Жақсы, негізі қызықты заңдар деп жатырмыз. Мен Нұрханның көзіне қарап, Нұрханның бір қызықты жаңалықтары бар дегенге сеніп тұрмын. Көмекке кел десең, мен көмекке барайын, сен заңдарыңды жалғастыр. Бұл енді менің көзіме қарап біліп отпаған шығарсыз. Біздер бағдарламаға бірге дайындалдық әрине. Әрине, ол қызықты жаңалықтарды біздер сәл ғана үзілістен кейін жалғастырсақ. Қазір үзіліс.
Мінекей, құрметті көрме, өздеріңіз көріп отырғандай, мен асханаға жаныма Асан шақырып алдым. Өйткені мен қазір көп сөйлейтін болсам, әрине жұмыс жасай алмай қалуы мүмкін. Сондықтан мен қазір Асанның көмегіне жүгіне отырып, мен сіздерге әр елдегі, яғни қызықты заңдар туралы айтып бермекпін. Сонымен мен сіздерге Американың солтүстік шығысындағы Вермонт штатында тұрмыстағы әйелдер тіс дәрігеріне көріну үшін күйеулерінің рұқсат қағазын алу қажет дейді. Бұл өте орынды деп ойлаймын. Өте орынды. Жалпы негізі тіс дәрігер емес, басқа жаққа бару үшін де рұқсат қағаз алу керек. Менің ойымша. Аляска штатында аюды атып өлтіруге болады. Бірақ суретке түсу үшін аңды оятқан адам заңды бұзған болып есептеліп $180 көлемінде айыппұл төлейді дейді. Аюды Қандай жүрек жұтқан адамдар мен маған $180 берсе де мен оятпас едім. Ал Аризона штатында кактус өсімдігін жұлғаныңыз үшін немесе дұрыс баптап күтпегеніңіз үшін 25 жылға дейін бас бостандығынан айырылуыңыз әбден мүмкін. Міне, мына кактусты шауып түбінен біздің елімізде болса шап ананы шап тікенек қылмай деп яғни. Міне біздің елімізге кактус таста жерге деп па? Иә, жақсы көре бермейді ғой. 25 жылға сотталады екен. Венеция елінде көгершіндерді тамақтандыруға тыйым салынған. Заңды бұзған адам $60 мен $600 аралығында айыппұл төлейді. Және бұл елде көшеге жиде шығып тамақ жеуге тыйым салынған дейді. Көгершіндерді енді бұл бір жағынан дұрыста шығар, бір жағынан бұл заңның керегі жоқ сияқты. Көгершіндер олар ешкімге жазығы жоқ, әрине ешкімге пайдасы жоқ сонымен қатар бұның. Тек қана қаланың сұлулығы болуы мүмкін. Сондықтан енді кептерлерді тамақтандырғанда тұрған ештеңе жоқ сияқты. Ал енді екіншісі, бұл елде жидес жүріп тамақ жесең көшеде, яғни көйлексіз ештеңе жүріп тамақ жейтін болсаң көшеде, онда сізге айыппұл төлетеді екен. Қанша? Көп па? Енді бұл жерде нақты жазылмаған қанша екені, бірақ айыппұл дегеннен кейін енді бұл да дұрыс сияқты менің ойымша. Бұл мәдениетке, жалпы адамды өзінің ішкі мәдениетіне дайындайды. Ал енді мына Таиланд елінде мотоциклді жидес айдауға үзілді-кесілді қарсы. Ал егер заңға бағынбасаңыз, $10 жоғары көлемде айыппұл төлейсіз дейді. Сондай-ақ ақшалармен ойнауға, жерге тастауға немесе байқаусызда басып кетуге болмайды. Өйткені бұл ақшаларда, тиындарда осы елдің басшысының суреті белгіленген. Егер де сіз байқамай басып кететін болсаңыз, заңға құлақ аспаған тұрғындарды дейді, алдынан абақты құшағын ашып күтіп алады дейді. Абақты. Бәрін айтты, бірін айт. Нью-Арк штатында кешкі 6-дан кейін балмұздақ сату қылмыс болып саналады дейді. Кешкі сағат 6-тан кейін балмұздақ жеуге болмайды деген сөз демек. Енді жесеңіз де 6-ға дейін сатып алып, үйіңіздегі тоңазытқышқа қойып, 6-дан кейін өзіңіз жей берсеңіз болады. Ал енді сатылмайды дейді, тыйым салынған. Мінекей, менде осындай қызықты әр елдің заңдары бар. Негізі көптен тағы да әлде де айтуға болушы еді, бірақ уақыт әрине шектеулі, соған байланысты мен қысқартып әкелген болатын. Негізі жігіттер, мен ойлаймын, адамды тәрбиелейтін бұл айыппұл. Айыппұл, дұрыс қой? Адамды тәрбиелейтін айыппұл. Шын мәнісінде, егер де қазір бізде Айнұр дұрыс сөйлемейтін болса, біз айыппұл салатын болсақ, егер де онда келесі бағдарламада міндетті түрде Айнұр әдемі сөйлейтін болады. Ой, рахмет. Бәріміз енді шын мәнісінде келесі бағдарламадан бастап, жігіттер, қыздар, айыппұлға ойнайықшы. Сөйтейікші. Кім ауыздан аварияға түсетін болады, онда сол адамға салық салып отырамыз. Жақсы. Естімеген елде көп деген осы, егер бұндай заңдар біздің елде болатын болса, білмеймін, қалай болатын. Нұрхан, енді сен жаңалықтарың бітуіне қарсы, мен сенің қимағыңды өзіңе тапсырдым. Рахмет. Келші біздің қасымызға. Ал Ерлан, мен сізбен бір кішігірім ойын ұйымдастырғым келіп отыр. Қазір міне экранға назар аударасыз. Және жаңағы суреттерге қарап қандай шен екенін табуыңыз керек. Мынау лейтенант шығар. Тағы да ойланып көріңіз. Егер жеңсеңіз, Нұрханның тамағы сізге бұйырады. Сержант емес па, сержант? Жоқ, қандай лейтенант? Қандай лейтенант?
кіші лейтенант, бас лейтенант. Жоқ. Аға лейтенант. Аға лейтенант. Дұрыс. жақсы үлкен лейтенант. Екінші сурет. Ойланыңыз, қараңыз. Мынау генерал сияқты мынау. Әне. Та-да-да-дам, табылды. Ал үшінші Екі сурет. үлкен жұлдыз. Үшінші сурет, генерал дұрыс. Үшінші сурет. Мынау капитан сияқты. Жаңа бізде Ерлан үлкен лейтенант болды, ал мынау одан кішікке сәл ғана кішірек енді. Сонда жай ғана қатардағы лейтенант. Жай ғана лейтенант деп. Жай ғана лейтенант. Осындай Ал екен. ең соңғы сурет. Ол 4 жұлдызы бар. 4 жұлдызы бар. Ол Мен былай саған айтайын. Бұл Көмектес. майордан төмен. майордан төмен. Майордан ол төмен, олар ене К-дан басталады. Капитан ғой. Дұрыс. Біліп отыр ғой Ерлан, бәрін біліп біліп отыр ғой. Ерде болғаннан кейін көрінбейтін. Бұл капитан. Тамаша. Келесі бар ма тағы? Осымен біздің ойын бітті. Аздау болып Негізі. қалды. Нұрханның қимағы сізге бұйыратын болды. Құдай қаласа. Болды, тамақ ішеміз қазір. Иә. Иә. Негізі бір заң бар да, Европада мен көп барам Европаға негізі. Таллин қаласында болған кезде оларда машинамен келген кезде, бұзған кезде олардың негізі штрафтары деп айтуға болады, 500 евродан басталады. Айыппұлдар 500 евродан басталады. Егер пешеходты өткізбейтін болсаң 500 евро төлейсің. Сондай айыппұлдар болады. Бізде ондай айыппұлдар болатын болса, ой бұл Адамды тәрбиелейтін тәрбиелейді, Иә, қатты дұрыс. тәрбиелейді. Ал Иә, менің енді мұнда келуімнің себебі көрермендерде түсінген болар. Дәл қазір мен осы жерде жаңалықтар айтам. Енді Ерлан, мынандай нәрсе бар. Полицияларды айтып, мысалы жол полициясын айтып жатыр, олардың көліктерін айтпауға болмайды. Міндетті түрде олардың көліктері өзің білесің қуу керек. Қашатындар болып жатса, өте бір кереметтей жылдамдықпен жүру керек, оны жақсы білеміз. Енді мен полиция көліктері жайында білетін айтатын болсам, ең алғашқы полиция көлігі 1899 жылы ақш-тың Акрон қаласында пайда болған. Оны жасау үшін енді сол кездегі бағамен 2,5 мың ақш доллары кеткен екен. Қымбат болған. Ол кезде ол 2,5 мың ақш доллары деген. Мінекей, Police Patrol дейді. тамаша бір көліктердің бірі де Қанша адам сиеді екен мына машинаға? Енді мұнда 8 адамдай сиіп біздегідей 5 адамдық емес, негізінде бір 15-тей отырды ғой деймін. Бұл жерде барлық қылмыскерлердің барлығын жинап түгел түйіп алуға болады сияқты. Ең алғашқы көлікті айтып жатырмын. Енді ең қымбат көлікті айтқым келіп отыр. Ол енді Дубайда полиция қызметкерлерінің ең қымбат көлігі. Бұл көлік 550 мың долларға алынған. 550 мың доллар. Енді бұны бет әлбетіне қарап білуге болады қандай көлік екенін. Әрине Lamborghini. Машинадан қаша алмайтын шығар ешкім. Иә, Шынымен қаша алмайды. бұдан қашу енді меніңше өте бір қиын іс сияқты. Ал енді жылдамдығына мынау көз ілеспейтін көлік Ұлыбританияда екен. Оның жаңағы 261 км сағатқа дейін жылдамдық көрсете алады, бере алады. Шынымен де қаша алмайсың ғой мына машинадан. Бізде бұндайлар жоғау деймін. Біздің енді Жоғау бізде, жоғау. өзбек бауырлар әкелген көліктеріміздің өзі де бұлай жаман емес. Шетелдік көліктеріңді жетіп алатын түрі бар. Мемлекеттік тапсырыспен жасалғандықтан олардың двигателі де өзгеше болады. Өзгеше болады. Ал енді ең жаңа қымбатын айттым, енді ең арзанын айтатын болсам, ең арзан көлік әрине Үндістанда. Мінекей. Ең арзан көлік және де бұның ең үлкен жылдамдығы 100 км сағат. Көрсет. Қанша? Иә. Ал енді Бұл ненің көрсеткіші?
ол өйткені оларда қылмыскерлер жоқ деп. Мүмкін, иә. Я болмаса қызметкерлері өте баяу жүгіреді деген сөз. Ал енді әлемнің кейбір ұшында дәл осындай полиция көліктері де бар. Міне өздеріңіз қарап отырсаңыздар, өте бір ыңғайсыз көлік екен. Мұны бұл көптеген жүргізушілер қоқыс таситын көлікпен шатастырып алады. Бірақ енді қалай шатастыруға болады? Өйткені сыртында жаңағы полиция қызметкерлерінің белгісі тұр. Бірақ енді адамдардың ойына солай түседі. Ал келесі жаңалықтарға беретін болсақ, мынау тағы бір өзгелерге ұқсамайтын көлікті Дубай шығарды. Бұл көлікке $2 миллион жұмсаған. Және де бұл 100 км сағатты 3,5 секундта жүріп өтеді. Ең жылдам машиналардың бірі ғой мынау. Иә. Әлемде ең жылдам. Тамаша. Ал әрі қарай жалғастыратын болсақ, мынау Голландия елінің мамандары үнемі заң бұзушылықпен шудың ортасына айналған Амстердамда бұл көлік сұранысқа өте ие екен. Міне мына көлік. Бұл көлік жаңағы күші 400 жылқы аттың күші, және де бұл 300 км сағат жылдамдықты жүре алады екен. Бірақ енді Ерлан, сен өзің Амстердамда болып көріп пе едің? Жоқ, Амстердамда болған жоқпын әлі. Көргенім, бірақ болғым келді. Мен бір нәрсені, бір жайтты айта кетейін. Мен Амстердамда болдым. Амстердамда мынандай көлікпен жүру өте мүмкін емес. Неге дейсіздер ғой? Өйткені ол жақ велосипед дейміз ғой. Иә. Сондай көліктің отаны. Негізінде мына 300 км сағат жылдамдықпен ол жақта жүру мүмкін емес. Шыны керек, мүмкін емес. Мүмкін мен орталығында болғаннан кейін шығар, ол жерде мынандай нәрсені кездестіруге болады. Әйел велосипедпен, алдында арба, 2 баласы отыр, артында үлкен баласы отыр, және де ортасындағы, бұрын біз отырғызып рамы дейміз ғой, ортасындағы темірге күйеуін отырғызып алады, сондай әйелдерді көргеніміз болды. Күшті әйел екен. Негізі ол жақта 6 адамды мінгізіп. Әйелдердің өздері енді ереке өзің түсіп тұрған шығарсың. Иә. Ал енді жаңалықтарым, соңғы жаңалықтарға келетін болсақ, бұл француз полицейлері мынандай көлікпен жүреді, айтпақшы. Бұл электр тоқтарына жалғанған. Мынандай кішкентай көліктер тоқпен жүреді. Негізі, ал егер тоқ болмай қалса, жаңағы бұл 17 литрлік жанармай құятын несі бар, құрылғысы бар. Ауыстыра салады. Содан жанармаймен де жүретін жаңағы жайы бар. Сондықтан да менің жаңалығым бітті. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір кішігірім үзіліс. Құрметті көрермендер, дәл қазір бізге арнамызға қосылып жатқан көрермендеріміз болса, тағы да қайырлы таң дегіміз келеді. Бұл студия 156, және де біздің қонағымыз Ерлан бауырымыз. Ерлан, үнтаспа жайында айта кетсең. Кешіріңдер жігіттер, мен тағы да көрермендерге қайталай кетейін. Бүгінгі біздің тақырып үй ішіңіздегі қызықты жаңалықтар. Ал біздің тікелей эфирдің телефоны 267-60-67 және де 267-60-68. Ал енді жалғастырайық. Негізі үнтаспа Али Оқапов деген әншіміз бар. Бәрі біледі, Али Оқаповтың директоры деп жұмыс істеймін мен қазір. 2 жыл бұрын, 2,5 жыл бұрын біз әлімен бірге жұмысты бастадық. 2,5 жылдың жұмысының нәтижесі міне үнтаспа. Көптен күткен үнтаспа дейін? Көптен күткен деп айтуға болады. Өйткені әншілердің көбісі 2,5 емес 5 жылдың ішінде бірақ альбом шығарады. Немесе кейбіреулері 10 жылдың ішінде бірақ альбом шығарады. Негізі ол мен ойымша, мен санауымша ол өте жылдам. 2,5 жылдың ішінде үнтаспа шығару ол өте жақсы нәтиже деп айтуға болады. Өкінішке орай 15 ақ өлең кірді үнтаспа. Өйткені Алидің қазір 40-тан астам өлеңдер бар. Бәрін кіргізе алмадық, өйткені үнтаспаға
орташа 15 ән кіреді. Жаңа әндер бар, ішінде ескі әндер бар, арманға дейтін, кездесу дейтін клиптер бар, әндер кірді сол үнтаспаға. Сонда үнтаспа жақсы болды. Иә, құрметті көрермендер, Ерланның өзінің аузынан естідіңіздер, сүйіп тыңдайтын халықтың құлағында жүрген әндер де кіреді үнтаспаға. Кіреді. Солай ғой. Жаңа да әндер бар. Арманға, кездесу. Иә. Сондықтан да дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар. Алло. 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 Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Алло. Алло, Сәлеметсіз. қайырлы таң. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Қай жерден хабарласып тұрсыз, аты жөніңіз? Осы Алматыдан хабарласып тұрмын. Аты жөнім Замира апай. Біздің үлкенмін. Балдарым болады. Біріншіден сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Рахмет. Осы жастарға. Біздің енді бала кезімізде үйімізде осындай бір заң ба десек болады біз отбасымызда. Папам бізде кішкентай кезімізде сол біз айтқан шай ішкенде шайдың анау қалдығын құйып отыратын ыдыс заң ретінде тұру керек ол. Неге осының тұсындар деп ұрсады. Кейін жаңағы майлы не дейміз ана полотенце ма қол сүртетін? Майлы қия. Иә, майлы ол болу керек обязательно. Оны да жаңа ұрсып отыратын. Осы неге естерін шығарасыңдар деп. Кейін бір өзі папам өзі педиатр. 50 жыл жаңағы врач болған кісі, детский врач. Сонда кейде енді ауылдық жерде кейде үйге көтеріп келеді ана балдарын, әйелдер. Кішкентай балдарын алып қалады ғой. Сөйтіп папам ол сені қыз келіншектерге ұрсатын. Неге балдарың мынау таза алып келмейсің деп. Содан ауырады. Ол обязательно біздің папам өте андай строгий врач болып десек те болады. Осы күнге дейін біледі мінезін әкеміздің. Ол тек қыз келіншектер қорқатын еді. Таза алып келінген қыз келіншектер кейде қарамай да жүретін. Сол мінезі до того қатал болған. Енді сіз мынаны айтыңызшы, осы заңдар үйде сақталмаған жағдайда? Ол енді, Осы заңдар үйде сақталмаған жағдайда? Ол енді дұрыс тазалықта болу керек деп, сол әйелдерді тәрбие ретінде. Жаңа сіз айтып отырсыз енді майлы міндетті түрде тұру керек, сонымен қатар шайдың жаңа түбінде қалған шәмбесін құйып отыратын міндетті түрде болу керек. Сіз тыңдап тұрмын. Жарайды, сіз сөйлеңіз, біз тыңдайық. Кейін анау ол да заңылғыш шығар, анау таза емес көлікке күйеу баласы бар. Сол әкем Алматыға келер кезде, ол папам отыратын болса, оның көлігіне, ол күйеу бала жаңағыдай қырмыз машинасын обязательно жуып, сол папам келгенде жақсылап жуып қалады ол машинасы. Таза болмаса, ол да өте маңызды әкемізге. Неге мынау таза ұстамайсыңдар? Өзі бір ауылда бір москвичі бар еді, оны таңертеңнен жылтыратып, жуып сол ол кісіге де ол бір жаңағы заң ретінде. Көлік мінгеннен кейін таза ұстау керек деп. Жақсы, рахмет. Міндетті түрде. Аталарымның әр жолы осы дейін 90-ға келіп жатыр. Сондай бір кішігірім енді бір нелеріміз бар отбасында. Енді өздеріңе табыс тілеймін. Рахмет. Үлкен кісілердің сондай заңдарын тыңдау керек. Иә, әрине. Жақсы. Жақсылық тілеймін, дендерің сау болсын. Көп рахмет сізге. Рахмет сізге. Хабарласқаныңызға рахмет. Нұрхан, негізінде мен түсіндім, сен не сұрағың келген. Енді біз заңды сұрап жатырмыз ғой, заңын айтып жатыр да, бірақ оны қандай жаза қолданатын сұрағың келді ғой. Маған да сол қызық мысалы. Енді шынымен жаңа енді біз өзіміз айтайық жарайды. Айнұр, сіз соны айтыңызшы, жаңа айттыңыз ғой. Таң ертеңгісін тамақ ішпей кетсек. Сіз деп кеттіңіз бе? Иә, қандай жаза қолданады? Қандай жаза? Сызылып сіз деп кеттіңіз бе? Жарайды. Енді әрине сондай қатал жаза болмайды, бірақ сонда да ұрыс естіп, сен қазір қай жаққа барып жейсің тамақты, ол кешке дейін аш жүресің деп мен анам ренжиді. Жаңағындай жаза қолданбай ма? Таңғы асты ішпесең, түскі ас пен кешті ас бермейді. Кеттің ба, даладан шығып кел дейді. Ол тек қана аналардың несі ғой, қорқытатын әдісі ғой. Нан қазір ішпесең, мүлдем тамақ ішпейсің деп, ол барлық балалар сөйтіп қорқытады. Негізі таңғы ас өте бір керекті. Пайдалы. Ал енді Ерлан көліктер туралы айтып жатырмыз ғой жаңағы, иә? Көліктер туралы көп әңгіме айтылды. Көлікке сіз қаншалықты әуессіз?
уақыттың тығыздығына байланысты, жұмыстың көбіне байланысты, көп болғанына байланысты машина керек. Машинасыз ыңғайсыз қалады негізі. Күніне 20 жерге бару керек. Мына кісімен кездесіп әңгімелесіп. Сондықтан машинам бар. Бірақ соншама әуес емессіз көлікке, Әуес емеспін деп айтуға болмайды. Білмеймін қалай айтуға. Негізі меніңше жылдамдықты жақсы көрмейтін адам аса бір көліктің бір жаңағы жақсы көріп болады ғой бір сондай адамдар, бір осындай көлік мінсем екен деген сияқты. Ондай нәрсе жоқ сияқты. Менде негізі айтып кететін жай, мен ең жақсы көретін машина ол Мерседес. Мерседестің көбісі, өздерің білесіңдер, жылдамдықты жақсы көреді. Мен қандай марка айта алмаймын, айтпай қояйын қазір эфирде, бірақ менің машинамда 5 куб. Ол өте көп. Негізі жылдамдық жақсы көреді. Бірақ асықпаған кездерде мен қатты айдамаймын. Бірақ асығатын да кездеріміз бар. Өйткені әншілерді білесіңдер ғой, ан жаққа бару керек, мына жер кешке қарай 3 той бар деген дейді. Сол 3 тойға үлгеру керек. Біреуден шығып екіншісіне бару керек. Сол кездер қайта. Ал енді Ерлан жаңа суретке қарап шендері тауып алдыңыз, таптыңыз. Сондықтан да Нұрханның дайындаған тәтті құймағы дайын болып қалды. Естіліп тұр. Болып қалды, Бағдарламаның барысында айттық біз, Ерлан міндетті түрде асханаға кірет дедік. Сондықтан да Ерлан, сені асханаға шақырайық. Есі мүңкіп тұр екен құймағының. Қазір енді бірінші Айнұр, сен жеп көр. Мен? Егер де 5 минуттан кейін сен осы жерде аман есен тұрсаң, онда сен әрлейді, құймағыңды әрлейді. Біраз өздерді күттім Нұрхан. Бүгін Ерлан негізі мейрам көп, Олимпиада күні. Бізде қаншама Олимпиада чемпиондары бар, жаңағы полиция қызметкерлерінің күні деп жатырмыз. Өзіңнің бір тілегің, халыққа деген. Негізі ең басты тілек денсаулық қой, әрқайсымызда денсаулық болсын. Қандай да мейрам, қандай да бірге тойлайық. Өйткені біз бір елдің адамдарымыз, бір-бірімізді қолдап, әрқашанда біздің аспанымыз ашық болсын. Сол, бәрі жақсы болсын бізде. Ерлан, сендерге де творчествалық табыс тілейміз. Өйткені мынау көріп жатырмыз ғой, Али бауырымыздың осындай бірге істеп жатқан жұмыстарың әрқашан жемісті болсын. Меніңше Дария ханым. Дария ханым лайықты. Дария ханым лайықты сияқты. Екі билет мен әкеле қойайын. Сонымен? Дария ханым осы кинопарк, кинотеатрлар желісі ұсынған 2 билет сіздің еншіңізде хабарласып алып кетсеңіз болады. Құттықтаймыз. Енді мынау біздің таңғы ас америкалық құймақ деп аталады. Ереке, өзіңіз таңғы ас жасап көрдіңіз бе? Жоқ. Менде шынымды айтайын дейсің. Шынымды айтайын, менде ондай әдетім жоқ. Онда саған студия 156-ға келу керек, Ереке. Бізде сондай әдет. Осында келіп, мен де асханаға кіріп, тамақ істейтін болып кеттім. Өмір істемеген Асандар тамақ істеп жүр қазір. Ондай әдеттерді үйреніп жатыр. Сондықтан бүгін Америкалық Нұрханның құймағы. Онда қонағымыз дәмін татсын. Кәне, Ереке. Бастаңыз. Мен бастайын ба? Мен жіліктен көрейін, Негізі Ерлан шынымен ойлап қалды ғой деймін, жаңа 5 минуттан егер сау болсаң, шынымен Ереке көріңіз. Дәмі өстеңіз, біз қонақ сыйлаған елміз. Біздің студия 156 сол қағиданы ұстанады. Келген қонағымыз сыйлаймыз, құрметтейміз. Сондықтан сіз осы құймақты кесілмей жатқаннан қандай баға беретіңіз? Артынан Құлпынайдан көріңіз. Өте дәмді. Өте дәмді. Өте дәмді ма? Құрметті көрермендер, сіздермен болған студия 156 таңғы шоуы, оның жүргізушілері Нұрхан бауырымыз, Айнұр Ілиясова, Ерлан бауырымыз және де мен, Мәжит Асан. Әр таңдарыңызды бізбен бірге атқызыңыздар. Көңілдеріңіз көтеріңкі, тек қана күні бойы сәттілік тілейміз, құрметті көрермен. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Өте дәмді. Шынымен де дәмді.